Екінші сынып қазақ тілі 51 сабақ лепті сөйлем. Балалар, біз бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймыз. Лепті сөйлемдерді құрап жаза алатын боламыз. Олай болса, бірінші жаттығуға назар салайық. Бірінші жаттығу: өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы, тыныс белгісіне назар аудар. Менің елім алып ел, бар ғой онда бәрі дер. Өзен де бар, көл де бар, теңіз де бар, шөл де бар, дөңес де бар, тау да бар, бақшада бар, бау да бар. Орманда бар, қырат бар, шалғын да бар, бұлақ бар. Алуан құс пен аңы бар, алып елді танып ал. Оқушылар, ендігі осы бірінші жаттығуға берілген тапсырмаларға назар салайық. Өлең не туралы? Өлеңге ат қой. Дұрыс айтасыздар оқушылар, өлең менің елім туралы, яғни онда не бар туралы жазылған. Өлеңге ат қой, менің елім немесе туған өлке. Қай тақырып сәйкес келеді деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, менің елім тақырыбы сәйкес келеді. Екінші жаттығу: табиғатқа не жатады? Суретті толықтырып айтып көр. Оқушылар, қалай ойлайсыздар, табиғатқа нелер жатады? Күн, гүлдің суреті берілген. Қане осыларды толықтырайықшы. Жер, тау, ағаш, аспан, құстарды жатқызсақ болады. Тапқан сөздеріңмен төмендегі үлгі бойынша сөйлемдер құрап жаз. Қандай әдемі гүл. Құрған сөйлемдеріңді таңданысты білдіретіндей дауыс ырғағымен оқы. Не байқадың? Яғни оқушылар, біз жаңа тапқан, толықтырған сөздерімізден қазір сөйлем құраймыз. Қандай үлкен жер, қандай әдемі тау, қандай әдемі күн, қандай әдемі ағаштар, қандай әдемі құстар. Оқушылар, осы сөйлемді оқығанда не байқадыңыздар? Дұрыс айтасыздар, біздің көңіл күйіміздің көтеріңкі екенін, таңғалыс білдіргенімізді байқадық. Жақсы, олай болса, мына ережеге назар салайық. Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем деп атайды. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Лепті сөйлемнен соң леп белгісі қойылады. Үшінші жаттығу: тиісті дауыс ырғағымен оқыңдар. Атау, деді кітап оқып отырған Іңкәр. Ау ботам, жақсылық деген не? Жамандықтан аулақ болу, деді атасы. Ал жамандық дегеніміз не, ата? Деді Іңкәр. Жақсылықты ұмыту, деді атасы. Іңкәр ойланып қалды. Лепті сөйлемдерді тап. Өзің жақсылық дегенді қалай түсінесің? Бұл жерде лепті сөйлемдер атау, ау ботам, жамандықтан аулақ болу. Сөйлемдердің соңына тиісті тыныс белгілерін қойып жаз. Өзеннің жағасы қандай керемет. Леп белгі қойылады. Айбар шалғымен шөп шапты. Бұл хабарлы сөйлем, бұл жерге нүкте қойылады. Саябақтың іші сондай тып-тыныш. Бұл жерде лепті сөйлем болғандықтан леп белгі қойылады. Сен нешінші сыныпта оқисың? Бұл сұраулы сөйлем болғандықтан сұрақ белгісін қоямыз. Бесінші жаттығу: өзің 2-3 лепті сөйлем құрап жаз. Қарашы, қар жауып тұр. Анашым, мен бес алдым. Неткен әдемі көбелек.